Бұл оқиға шынымен 1986 жылы Жапонияда Токио қаласында болған. Сол жылдың бір күнінде метро станциясында өрт болып, полиция жолаушыларды қауіпсіз жерге эвакуация жасаған. Кей жолаушылар әрине қол жүгімен болған. Бірақ өрттің құрбаны болмау үшін жүктерін тастап метродан шыға бастаған. Өртті сөндіріп болған өрт сөндірушілер бір сөмке қимылдап бастағанын көріп есеңгіреп қалды. Олар тез келіп сөмкені ашса, ішінде жас қыз жатқан. Бірақ ол қыз сөмкеде полиэтиленді пакетке оралған болған. Тек дем алу үшін кішкене ғана тесік болған. Аяқ-қолын кесіп тастаған, дауыс желбезегін қырқып тастаған. Қыз оралған пакеттің қасында журнал қыстырылып тұрған. Еттекір мезгілі, қан қысымы, салмағы, жасы белгіленген. Ол қыздың аты Акико болған. Ол бұдан 5 жыл бұрын хабарсыз жоғалған деп есептелінген. Елестетіп көріңіз, аяқ-қолы жоқ, дауыс желбезегінен айырылған. Қандай қорқынышты сезім. Акико сәл өзіне келіп, ерінің қимылымен бәрін айтып берген. 5 жыл бұрын мектептен шығып жатқанда оны бір қария кісі күткен. Акиконы көріп қасына келіп, анаң ауырып қалды, мені саған жіберді, тезірек жүр, апарып тастайын деп көлікке отырғызғанда ұйықтататын газы бетіне сепкен. Акико естен танып қалған. Акико оянғанда өзін маймылдар тұратын тордан тапты. Шеттеріне қарағанда өзі сияқты көп қыздар торға қамалып отыр. Жаңадан сойылған еттің иісін сезді. Акико отырған бөлменің арғы бетінде аяқтары кесілген қыздар реттеліп жатыр. Олардың дауыс желбезектерін қырқып, мойнын және аяқтарын бинттеп тастаған. Тордағы қыздар не істерін білмей жылап жатыр. Ал бөлменің ортасында операция жасайтын стол тұр. Столдың қасында ақ халат пен ақ маска киген бойы ұзын адам қолына қол ара алып, столда жатқан қыздың аяғын кесіп жатқан. Мұны бәрін көріп жатқан Акико қайтадан естен танып қалды. Қайта оянғанда Акико өзін операциялық столдан тапты. Мойнында бинт, айқайлаймын десе дауысы шықпайды. Сол қолы кесілген, бинтпен оралған. Келесі апта екінші қолын кескен. Тағы 2 аптаның ішінде аяқтарында кескен. Кесілген аяқ-қолдары арнайы бішкеге салып қышқылмен ертіп тастайтын. Акико қаншама тырыспаса да ештеңе жасай алмаған. Уақыт сезімін жоғалтқан Акико қай күн, қай жыл, мезгілі қай сағат екенін де білмеген. Тек төбеге қарап жылай берген. Жасы енді 15-ке келген қыз бірден өлік болып қалған. Ата-анасы қай жерде екен? Неге мені іздемей жатыр? Не болып жатыр? Неге деп жылай берген. Қасында қуыршақ сияқты тағы 20-дай қыз реттеліп жатқан. Акиконы 3 мезгіл тамақтандырып, 3 мезгіл дәретке апарып тұрған. Тамақты темір тәрелкеде беретін, күріштен жасалған каша. Адам қандай жағдайға түспесе де тірі қалуға тырысады екен. Қолы болмағандықтан Акико жерге бүйірімен аунап, ет секілді тәрелкеден тамақ жеген. Олар жатқан палата операция жасайтын бөлменің қасында болған. Күніге сол бөлменің есіктерінен жасқа толы бет шығатын. Біресе қолдары жоқ, біресе аяқтары жоқ. Бәрі амал жоқтықтан жылай береді. Үнсіз, бірде-бір дауыссыз. Сол палатаға бір күні Акиконың ұрлаушысы келді. Сыртынан кәдімгі қария. Түрі еш қылмыскерге ұқсамайтын. Ол Акиконың төсегіне келіп, Акикоға аяушылықпен қарады. Акико оны тістеп алуға тырысты, ештеңе шықпады. Қария кеудесінен ұстап, Акикоды қайыспен байлап тастады. Акиконың көзі жасқа толды. Не болып жатқанын Акико әлі де түсінбей жатқандай. Көзін жауып, бұл жай ғана жаман түс, мен қазір оянамын деп жатты. Бірақ әр апта қария 3 қызды тұтынатын зат секілді полиэтиленге орап, қорапқа салып алып кететін. Әр күні операция жасайтын бойы үлкен адам палатаға кіріп, барлық қыздардың қан қысымын өлшейтін. Кейін ортаға тұрып алып, қыздар жинағынан біреуін таңдап, қасына келіп қосылатын. Мұны қалған қыздар көріп, рухани күйі және ішкі сезімі бұзылып бастаған. Өте көп уақыт өтті. Мұның бәрінен психикалық ауру болды. Жылдар өтіп, ешкіммен сөйлесе алмай, күн көрмей, күніге азап толы беттер көріп,
Акиконың исі қарауытылып кетті. Бір күні оның да кезегі келді. Қария оны полиэтиленге орап сөмкеге салды. Дәл сол күні Токионың метрополитенінде өрт болды. Акиконы тауып алғанда қылмыстық іс қозғалды. Тергеушілер сол қарияны іздестіріп бастады, бірақ ізін таппады. Тағы 4 жылдан соң тергеушілер сол операция жасайтын бөлмені тапты. Бірақ ол жерде ешкім болмаған. Соншама қыздардың із-түзі қалмаған. Тек операция жасайтын столда қатып қалған қарақан.